Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында балаларға коржик жасаудың рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Алдымен не аламыз? Ыдысымызды аламыз. Оған бір жұмыртқаны жарып саламыз, яғни бір жұмыртқаны салып жібердім. Одан кейін азғантай қант саламыз, яғни тәтті қылам десеңіздер, көбірек салсаңыздар болады. Қатты тәттіге емес, балаларға арналғанға көп қант салмасаңыздар да болады. Мен 4 қасықтай салдым, және бұны осыны жұмыртқамызбен екеуін араластырдым. Жақсылап араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқаны, яғни қантымыз бен жұмыртқамыз араласуы керек біркелкі болып. Мен осылай қолмен, қасықтың көмегімен, венчиктің көмегімен болса да араластырып аласыздар. Одан кейін мен осындай айран құйдым, яғни үйдегі қолдың айранын құйдым. Азғантай, сәл жылылау болғаны дұрыс. Мен холодильниктен алдым да, сәл салқындау болды, бірақ та ештеңе қылмайды. Осыны одан кейін бұған, яғни үйдегі нан содан саламыз. Бір қасық толтырмай салдым. Көп болып кетсе де дәмі шығып кетуі мүмкін. Сондықтан көп салмадым. Бір қасықты толтырмай салдым. Бұлардың бәрін тағы араластырдық, біркелкі қылып. Қасықтың, венчиктің көмегімен болса да араластырасыздар. Әбден бір-бірімен массамыз біріктіру керек та, бірігу керек. Одан кейін сұйық майды алдым. Сұйық майды тоже 200 грамм демеймін, енді 100 грамм болады, 100 граммдай сұйық майды құйдым. Одан кейін осы массамыздың үстіне сұйық майды құйып, одан кейін тағы да венчиктің көмегімен араластырып алып, немізді електен өткізген ұнымызды саламыз бұған. Електен өткізген ұнымызды салып отырып, барлығын қасықтың көмегімен осылай мен қамырда бірінші илеудім, яғни илей бастадым. Қатты көп ұн сала беруге де болмайды, өйткені біздің коржигіміз қатты болып кетуі мүмкін. Ұны көп болса, сондықтан аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз, яғни жұмсақ болуы керек біздің коржымыздың қамыры. Сол үшін көп ұнды қоспаймыз. Өте қатты сұйықта емес, өте қатты да болмау керек. Жаңағыдай жұмсақ болуы керек қамырымыздың. Осылай бәрін илеп алып, содан кейін қолдың көмегімен қамырымызды илейміз, жұмсақ қылып. Бәрін біркелкі араластырып болып, не қыламыз, жұмсақ қамыр бастырамыз. Осылай қалғанын енді қолдың көмегімен бастырып шықтым. Аздап қолға жабысу керек, солай болу керек негізі. Қолыңызға қатты жабысып қалып жатса, яғни аздап ұн қоссаңыздар болады. Ұн қосып отырып, сәл ғана қаттылау қылып, яғни қамырымызды сәл ғана, тек ондай қап-қатта болып шықпауы керек қамырымыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Осындай болып шығу керек. Одан кейін қамырымызды шамалы уақыт тындырып болғаннан кейін осылай оқтаудың көмегімен ысып, қатты жұп-жұқа қылмаймыз. Сәл қалыңдығы сәл ғана болғаны дұрыс. Өйткені жұп-жұқа болып кетсе, біздің коржиктерімізде өте жұп-жұқа болып шығуы мүмкін, яғни қаттылау болып кетуі мүмкін. Сондықтан қатты жұп-жұқа қылып жаймаймыз қамырымызды. Осындай мөлшерде болады. Осылай жайып аласыздар да. Әдемі кесетін ыдыстар нелеріңіз болса, сонымен кесуге болады. Менде ондай ештеңе болмағандықтан мен кесенің көмегімен өстіп кесіп алдым. Қамырымыз жайып болғаннан кейін. Қалған қамырларды да тағы да жинап алып, одан кейін тағы да қалған яғни печенье қыла бересіздер. Осылай кесенің көмегімен жасап алдым мен. Енді әдемі не болмады, форма болмады. Әдемі форма болса, коржиктер әдемі болып шығады, түрлері. Сондықтан мен осындай тек кесенің көмегімен ғана жасап жатырмын. Қалған қамырларын арасына жаңағыдай ауысып қалған қамырларын қайтадан ысып, қолмен жаңағыдай қайтадан бір-біріне қосып, тағы да осы немізді, коржиктерімізді шығара береміз. Қалған қамырдан тағы да жасап тастайын дедім, өйткені қамырлар қалып қоймасын деп, осылай кесенің көмегімен кесіп барлығын жасап шықтым. Әдемі формочканың көмегімен жасасаңыздар да болады.
осы қамырымыз қатты жұмсақ қатты болмау керек, сәл жұмсақтау болған дұрыс, яғни қолға жабысыңқырап тұрған дұрыс деп ойлаймын. Осының барлығын енді 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз, яғни бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, осыны нелерімізді, коржықтарымызды пісіріп аламыз. Яғни коржіктердің бетін вилканың шанышқының көмегімен әдемілеп әрлеп жіберуге де болады. Неки өздеріңіз қалауларыңызға қарай жасайсыздар. Болғаннан кейін табамызға салып пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағу керек. Сосын осылай әдемі болып шықты біздің коржіктеріміз. Мінекей іші де жақсы, жұмсақ, күшті болып пісті. Кәдімгі дүкендегідей әдемі болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.